Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз тарихтың шертіп пернесін бөліміндегі шығармалармен танысуды жалғастырамыз. Сабақтың тақырыбы жазушы драматург Асқар Сүлейменовтің Бесатар повесі перзент парыз атты бөлімі. Сабақтың мақсаты сіздің меңгеретініңіз шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдап, автор стилін анықтау. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын төмендегі сұраққа жауап берейік. Көркемдегіш құралдардың қандай түрлері бар? Әрине оқушылар, көркемдегіш құралдардың теңеу, эпитет, метафора, метонимия, ирония, синекдоха, тағы да басқа түрлері бар. Көркемдегіш құралдар автордың шығарманы әсерлеу, бейнелеуіне септігін тигізіп, оның шеберлігін танытатын құралдар. Ондай құралдарға ажарлаудың, құбылтудың түрлерін жатқызуға болады. Оқушылар, төмендегі кестеге қарап, мысалдарды оқыңыздар. Қандай көркемдегіш құралдар және олардың қолданылу қызметін анықтаңыздар. Тапсырмаға көшпес бұрын жұмысымыздың нәтижесін бағалайтын дескрипторға назар аударайық. Бірінші мысал. Құлын дауысымен шырқырап қазығырт шыңғырды. Шыңғырған әлде қаралама білмеймін. Екінші мысал. Енді бүгін кеп, саба түбі сарқынды жасым қалғанда, Ақпатшаның ауыздығын қарш-қарш шайнаған күдері желке төресі дікектер екен деп, құрақ ұшар жайым жоқ. Үшінші мысал. Жігітке нелер келіп, нелер кетпес, күйген деген сөз боп па? Тандырдағы қойдың қиынына жауырын төсегенді бұлай қойып, сендей асыл батырлар маздаған шоқты уыстап асап жүр ғой. Маздаған шоқты қос уыстап асап қоюға да мүмкін. Асаппайың, асамасаң асарсың. Оқушылар, берілген мысалдардан кейіптеуді, эпитетті, иронияны тауып, қолданылу қызметін жақсы анықтадыңыздар деген ойдамын. Олай болса төмендегі жауаппен салыстырып көрейік. Бірінші мысал кейіптеу екен. Қолданылу қызметі қарала шыңғырды ма, қазығырт шыңғырды ма? Яғни бұл жерде тіптен табиғаттың өзінде кейіптеп жібереді. Екінші мысал теңеу. Төрехан өз жасын саба түбі сарқындыға теңесе, Орыс империясының төресін ширатылған сусыңды қылшылбырға балайды екен. Үшінші мысалымыз ирония. Яғни ойларын тереңдетіп, шиырлата береді. Бейнелеудің тереңдігін осы жерде көрсетеді. Оқушылар, көркемдегіш құралдар тек әдеби тұрғыда емес, тілдік тұрғыдан да өзіндік қызметтер атқарады. Төмендегі кестеге назар сала отырып, тілдік тұрғыдан анықтап көріңіздер. Тапсырмаға көшпес бұрын жұмысымыздың нәтижесін бағалайтын дескрипторға назар аударайық. Тілдік қолданыстар. Бірінші мысал. Қазақ атаулыны ылғида табанында тауып үйренген Ақпатшаның жас офицері және де погонын көргесін көк шапан қалайша діретпес екен деген күшік үмітке малданды. Екінші мысал. Көрген сәт екі ұрты айқай боқтыққа толып қалды. Осы жаңа ғана құрдай жорғалаған солдаттарың мынадай пышақ үсті қатер сәтте тобын жазбай түріле қашқанына боқтық түгіл оқ арнауға болғандай ақ еді. Үшінші мысал. Үйдің сол жақ іргесіне жамбастап қалған сәруарға қайтейін енді, қайт дейсің енді, ерді намыс өлтіреді деген ғой деді Төрехан баласының желкесінен иіскеп. Оқушылар, ендеше жауаптарымызды төмендегі үлгі бойынша салыстырайық. Бірінші мысалда офицер, погон сөздері, яғни кірме сөздер болып табылады. Екінші мысалда пышақ үсті қатер, яғни сын сағатта деген тұрақты тіркес кездесіп тұр екен. Үшінші мысалда ерді намыс өлтіреді деген мақал мәтел бар. Оқушылар, Бесатар бір авторлық стратегияны нақты практика жүзінде көрсеткен шығарма. Тікелей генетикалық ерекшелігімізді сақтай отырып, осылайда жазуға болатынын нақты көрсеткен. Жанкештілікпен жазылған мына шығарма Асқар Сүлейменов болмысынан бөлек емес.
Ол жерде жаңағы сіздер айтып отырған көркемдегіш құралдардың ерекшелігі мен тілдік ерекшеліктеріне тоқтала келіп, ұлтқа керек әдебиет шығармасы екенін айта отырып, ойын астарлап, сынамалап жеткізген автор стиліне назар салайық. Автор стилі – шығарманы стилистика тұрғысынан талдау. Автор бейнесін анықтау шығарманың баяндау стилінен, диалогтер мен монологтерді беру үлгісінен, экспрессивті стилдік элементтеріне көріп тануға болады. Оқушылар, автор стилін анықтауға арналған тапсырмаларға өз көзқарасымызды білдірейік. Тапсырмаға көшпес бұрын жұмысымыздың нәтижесін бағалайтын дескриптормен таныс болыңыздар. Автор стилін анықтауға арналған бірінші тапсырма. Атқан мен емес деді Иноземцев. Мен, деді Мұқағали. Біз десе іші бауырының бала сүйгендей елжіреп кетерін білем ғой. Сен емес әлбәтті. Екінші мысал. Қараланың түйсігі мен офицердің аузынан арпаның иісі шығып тұр. Үшінші мысал. Ну, Голоношкин, очередь твоя, отличись деп қолына маузер береді. Сәруәрді ат дейді. Сонда Голоношкин: Я не могу, ваше благородие. Что не можешь? Я живу на их земле, дейді. Әрине оқушылар, бірінші мысал бойынша баяндау стилі өткір, дәл, бейнелі. Асқар Сүлейменовтің бес атары іш өртеген сезімнен туған, осындай өкінішті ойдан туған, осы тұрғыда қорытылған шығарма. Кульминациялық сәт бүкіл шығарманың өн бойынан өрбіп шыққан. Жалпы жазу мақсаты сол жерде Мұқағали мен Иноземцевтің диалогінде көрінеді. Бұл диалог өзі біржақты монологты түрде болған диалог. Себебі Мұқағалидың Иноземцевке сөйлейтін мұршасы да жоқ. Оны көркемдік тәсілмен автор керемет пайдаланып отыр. Тіптен бұл жерде Мұқағалидың орнында Асқар Сүлейменовтің өзі отыр. Екінші мысал. Авторлық стратегия. Кез келген ұлттың өзіне тән характерлік образдары болады. Олардың ара салмағы қалай болады деген мәселеге жаңағы Крейгель мен Иноземцевтардың өзін нағыз қазақи формуламен беріп жіберген тұсынан көруге болады. Екеуінде қазақы танымды, қазақтың өзінен де терең білетіндей етіп көрсеткен. Мысалға, олардың қымыз ішулері, қымызға деген аңсарлары сұмдық. Сөйте тұра самогонды аңсап тұрады. Самогонға жетпейді ғой дегендей. Қаралаттың сезік-сезімін араластыра отырып, аттың да мінезін көрсетіп кетеді. Осының бәрі мәтін энергетикасында ерекше байқалады. Үшінші мысал бойынша концептуалды шығарма. Яғни бұның өзіндік концепциясы бар. Мысалға, тұтқындағы Сәруәрдің жағдайын сырттағы Қарала біліп отырады. Қарала мен екеуінің арасындағы үндестік бір ғажап. Шығарманың концепциясы неден көрінеді? Шығарма финалында Сәруәрді ат дейді. Крейгель мен Голоношкин арқылы орыстың қарапайым мұшығының ұстанымын беріп тұр. Крейгель маузерді жұлып алады да бірінші Голоношкиннің өзін, екінші Сәруәрді атады. Сонда қорада байлаулы тұрған Қарала шыңғырды дейді. Оқушылар осы сабақтан алған негізгі ақпараттар туралы ойлана отырып, тақырып пен сабақтың мақсаты бойынша берілген тапсырмаларды орындауда өз әрекеттерімізге талдау жасап көрейік. Нені меңгердік? Бірінші, кешегі өктем офицер, бүгінгі тұтқын Иноземцев, айлакер де залым Крейгель, салқынқанды Төрехан, кесек мінезді сом тұлғалы Мұқағали, Голоношкин мен қыршын жас Сәруәр. Осы 6 адамның образы арқылы жазушы айтайын деген ойын анық та айқын жеткізе алғандығын көреміз. Екінші, шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметіне талдау жасадық. Үшінші, автор стиліне қатысты өз көзқарасымызды білдірдік. Сабақтағы іс-әрекетіңізге шығу билеті арқылы баға берулеріңізді сұраймын. Сіздер үшін не қиын болды? Қандай тапсырмаларды орындадыңыз? Нені түсіндіңіз? Нені үйрендіңіз? Не таңғалдырды? Сыныпта орындалған тапсырмалар негізінде сіздерге ұсынылатын өзіндік жұмыс. Өз көзқарастарыңызды дәлелдеу үшін перзент парыз атты эссе жазу. Берілген өзіндік жұмысты өз дәрежесінде орындап шығады деп сенемін. Неліктен перзент парызы деп аталды? Бүгінгі сабағымызға қорытынды жасасақ. Қызыл империя
қазақтың ататынын атып, қыратынын қырып болғаннан кейін әрі қарай қазақты орыстандыруға кірісті. Соның анық белгісі, анық салқыны 60-шы жылдары көрінді. Біз түгелдей орыстана бастадық. Өкінішке орай 60-шы жылдарда аға буын, интеллигенция қатты қорқып, зәресі ұшып сөйлей алмайтын болып келді. Ойындағысын толық жаза алмайтын. Кейін жылымық келді де, соның арқасында талай қазақтың ойынан құрсау алына бастады. Тілі шешіле бастады, басқаша ойлай бастады. Осыдан кейін қазақтың Асқар Сүлейменов сияқты көрнекті өкілдері қағазға ғана жүгінді. Қарсылығын солай білдірді. Сөйтіп барып Бесатарды қолға алды. Асқар Сүлейменов өз ұлтын өлердей сүйген ұлтшыл азамат болды. Оның болмысында батырлық та бар, даналық, абыздық та бар. Бесатар шығармасы арқылы ел алдындағы перзент парызын, яғни абай даналығын, Мақамбеттің батырлығын қайта тірілтті. Оның алғашқы сөзінен бастап бүкіл қазақ қоғамы дүр сілкінді, рухымыз да дүр сілкінді. Олай болса, Асқар Сүлейменов елін сүйген, елі сүйген бірегей ұл деп бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Сау болыңыздар.